Сәлеметсіздер ме балалар? Отырыңыздар. Сіздермен біз өткен сабақта рационал бөлшектерді көбейтуді қарастырған болатынбыз, солай ма? Кәне дәптерлерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Содан кейін үй жұмысын бір көршілерімізбен дәптер алмасып, тез-тез үй жұмысын тексеріп жүрейікші. Берілген үй тапсырмасы дұрыс па, қате ма? Тезірек уақытымызды ұтайық солайынан. Содан кейін толығымен тағы да тексеріп жатармыз. Дұрыс па үй жұмыстарыңыз? Көршілеріңізбен дұрыс па? Жақсы, кеттік ары қарай. Енді өткен сабаққа қайталау жұмысын жүргіземіз. Өткен сабақта сіздермен алгебралық бөлшектерді көбейтуді өткен болатынбыз. Бүгін бөлшектер әлеміне саяхат деген сабағымызды бастайық. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсатын білесіздер. Алгебралық бөлшектерді көбейтудің амалына көңіл бөлеміз. Содан кейін, яғни алгебралық бөлшектердің алымына, бөліміне көбейтеміз. Өткен сабақта мен сіздерге айтқан болатынмын. Сіздер жай бөлшектерді көбейтуді 5-ші сыныпта өттік қой. Ереже дәл сондай, тек ары қарай күрделенеді. Яғни екінші бағыт ол бізде ықшамдауға өтеміз. Алымы мен бөлімін ықшамдап, сонан соң нәтижені аламыз. Ары қарай кеттік. Міне, есіңде сақта алтын ережені. Алгебралық бөлшектерді көбейткенде алымына, бөліміне көбейтеміз. Бірінші қадамда, екінші қадамда қысқаша көбейту формуласын, біз білетін жетті қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Үшінші қадам ортақ көбейткіштерді қысқартамыз. Қазір өткендегі А тобының есептеріне жеңіл 4 есептей шығарайық, көлемінде 4-5 есеп шығарайық. Өз еркімізбен тақтаға шығарып, сол есептерді жазамыз. Кәне, сыныппен жұмыс жасаймыз. Бірінші есепке маған тақтаға кім келеді? Бірінші есепке. Келе ғой Бекарыс. Екінші есеп. Тез-тез дәптерімізге жазып отырамыз, өте ғой. Бірінші есеп x квадрат бөлімінде. X. А тобының есептері өткенде шығарған. Екінші есепке біреуін келе берді. Уақытты. Кішкене жылдамдатып қалған. Екінші есепке келе ғой. Айжан, сіз келдіңіз ба? Үшінші есепке. Үшінші есепке есеп шығарасыз. Келе ғой, үшінші есепке кім келеді? Мадияр, сіз келесіз ба? Ақжол, сіз келейін деп отырсыз ба? Бекарыс бөлшек сызуды ұмытып кеттік. Балалар бөлшек сызуды ұмытпаймыз. X-тің бір дәрежесімен X-ті қысқартқан жоқсыз. Неге асып жаздыңыз? Тақтадағы есепті толығымен жазамыз. Так, Айжанды тексерейік. Жақсы, Айжан 2. Дұрыс, жауабында 2 гонор алады, Жақсы. Көбейтуден. Балалар жазуда әдемі, жазамыз, Мадияр айтамыз, не істейміз? X квадрат минус 4-ті формуласы бойынша жіктейміз, 2 өрнектің квадраттарының айырмасын. Көшеміз, созы болсын. Бір бөлшекке алып көбейте бер. Нараға X деп жазсын. Бір бөлшекке алып көбейте бер. Нараға жақсы. Сасқа ұқтамаймыз. Қышамдалатын. Мадияр тағы да біреу бар ғой. На X-пен. X квадрат. Бір дәрежесі, 2 дәрежесінің біреуі ғана. Енді біреу шығарайық па? Енді біреуін шығарайық, Есебіміз қарсы ашылмайды. Ажыл, келе ғой. Ажыл. Соңына жаза ғой. Балалар, есепті толық дұрыстап жазып аламыз. Жазамыз бәріміз. Есепті жазып аламыз. Бұл біз өткенде А тобының есептері, жай бөлшектерді, қарапайым қысқаша көбейту формулаларын қолданудағы.
бірден жүктемедік па, бірден қысқаша көбейту формуласына? Иә. Қысқаша көбейту формуласына жүктейміз. Бірден жүктеп үйренейік деп айттым мен, қысқаша көбейту формуласына. Өзімізге сонда ықшамдау жеңіл болады екінші этабында. О, x пен x-те ықшамдау өліп кетеді. X плюс y қалады, бұл бөлімде еш нәрсе жоқ. X плюс y-ті жақсасыз жаза салуымызға болып қалады. Сол емес па? Бізде кішкене қарап аламыз. Бөлімінде не қалады, алымында не қалады, қарап аламыз. Жазып алдық ба? Яғни түсінікті ғой. Ары қарай Б тобының күрделі есептерін шығарайық. Жазып алыңыздар. Б тобының күрделі есептері бар кішкене. Б тобының, С тобының сол есептерден бір-екі мысал ретінде мен сіздерге қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізіп өтеймін. Жазып алсақ, маған айта қойыңыздар, Екінші есеп жазып алдық па, мен өшіре берейін. Өшіре берейін. Енді бірінші сынақ, яғни сәйкестендіріңіз дейді. 1-4 тапсырма берілген. Берілген бөлшектерді көбейтіп, ықшамдаңыз дейді. Байқасаңыздар, есептер сәл күрделенді. Яғни, енді осы күрделі есептерден не істейік? 1-2 есеп шығарып. Бірінші есеп қараймыз. X квадрат 24x y көбейтілген 48y куб x квадрат алынған 10x плюс енді бөлшектерді көбейтейік. Бөлшектерді көбейту үшін бірден қысқаша көбейту формуласына жүктейік па, жеке-жеке жүктеп алайық па? Жеке-жеке жүктеп алайық, өйткені есеп күрделі болғандықтан біз жеке-жеке жүктеп алғанымыз жеңіл болды. Бірінші бөлшектің бөлімі өзі қала ма? Дұрыс айтасыздар, бөлім өзі қалады. 24x y. Алымын қалай жүктейін? Алымы неге келіп тұр маған? Дұрыс айтасыз, екі өрнектің квадраттарының айырмасына келіп тұр. Яғни 25 деген қай санның квадраты еді? 5-тің 5 минус x, 5 плюс x. Дұрыс жүктедім бе? Көбейтілген. Ал екінші бөлшектің алымы қала ма? Қалады алымы 48y куб. Бөлімін қалай жүктеуіне болады? Неге деп ұқсайды? Екі өрнектің айырмасының квадратына келтіруіме болады. Яғни бұл менде x минус 5-тің квадраты. Солай ма? Тең болады. Енді бір бөлшекке алып көбейтейін. Немесе бірден қысқарту амалдарын, ықшамдау амалдарын жүргізе берсем болады. X 5 плюс x көбейтілген 48y куб 24x y x минус 5-тің квадраты. Ал, енді ықшамдайық. 5 мына жерде не істеуімізге болады? Ұқсас па бізде? Қысқартамыз. Жоқ, нені жақшан сыртына шығаруымызге болады? Минусты, Онда қазір балалар, мен мына жерден бірден минусты жақшан сыртына шығарған жерімді қояйын, Минус, онда менде не болады? X минус 5 болады. Солай ма? Кешіріңіздер, бірден істеп кетуіміз керек еді. Ал енді қысқартайық. X минус 5 пен мынаның бір дәрежесі қалады. Солай ма? 24 пен 48 нешеге қысқарады? 24-тің өзіне қысқарады. 24 пен 48-ді қысқартамын. Мұнда 2-ден, мұнда 1-ден.
Y-тер қысқара ма мұнда? Ықшамда қалады, Y-те мұнда 2 дәреже қалады. Солай ма? Сонда бізде не қалады соңында? 2y квадрат 5 плюс x бізде не ұмыт кеттім мен? Минусты ұмыт кеттім, я? Минус мұнда x минус 5 қалады. Міне, ықшамдаған түріміз. Осыған келеді екенбіз. Я? Келесі. Қай есебін шығарайық? Келесі. Тағы да бір есебін шығарып жүрейік. Тағы қандай күрделі есептер бар екен? Төртінші есеп. Төртінші есеп. Ал. Төртінші есебін шығарайық дейді. Нұрбек, төртінші есебін. U минус V бөлінген 3U көбейтілген U-дың 3 дәрежесі V U квадрат минус U көбейтілген V. Бірінші өзімізге жеңілетіп ықшамдап алайық. Солай ма? Так, бірінші бөлшек өзі қалады. Солай емес па? Өзгешелік жоқ қой онда ешқандай. Келесі бөлшекте бөлімінде не істеуімізге болады? Ортақ U де. Ортақ көбейткіш U-ды жақшадан сырттан шығарсақ, U минус V қалады. Аны жақшаға. U қалады, мұнда U-дың 3 дәрежесі V қалады. Енді біздегі бөлшектерді, алгебралық бөлшектерді көбейту амалына орындаймыз. Яғни бір бөлшекке көбейту. U алынған V көбейтілген U-дың 3 дәрежесі V 3U көбейтілген U алынған V. Еш нәрсе ұмытып кетпедік па? Ұмытып кетпедік, е? Ал енді ықшамдау амалдарын жүргізейік. U минус V мен U минус V қысқарады. Нарада? Біреу екеу, мұндағы біреу қалады. Солай ма? Сонда жауап менде не болады екен? Бөлшектің алымында U көбейтілген V бөлімінде 3 қалды. Солай ма? U көбейтілген V бөлімінде 3 қалды. Келесі, екіншісін әлде үшіншісін шығарып жүрейік. Үшіншісін шығарайық па? Жақсы, үшіншісін шығарайық. X квадрат. Қазір маған сіздер айтып отырыңыздар. Не істейтінімді мен тақтаға жазып отырайын. Y куб. Түсіндік қой, я? Яғни қысқаша көбейту формуласын тиімді пайдалану арқылы алгебралық өрнектерді қысқартуымызға болады екен. 3V X квадрат минус Y квадрат. Ал, бірінші бөлшекте. Қадырып қойдым, қадыреспесем, е? Бірінші бөлшекте не істейміз? Қысқаша көбейту формуласы. Дұрыс айтасыз, ақ жол қысқаша көбейту формуласы, яғни екі өрнектің қосындысыны квадратына келтіреміз, е? X плюс Y-тің квадраты. Дұрыс па жол? Бөлшектің бөлімі қала ма солайнан? Көбейтілген. Келесі 3V. Келесі бөлшектің бөлімін естеймін. Қысқаша көбейту формуласы бойынша, яғни екі өрнектің квадратының айырмасын жүктеймін, е? Яғни ол менде не болады? X минус Y. Қадыр? X плюс Y. Өте жақсы, маған. Осыған келтірем. Енді көбейту амалын орындайын. Алымына, бөліміне көбейтем. Қосылған Y-тің квадраты көбейтілген 3V 9V куб X минус Y X плюс Y. Ал енді ықшамдайын. X плюс Y пен X плюс Y пен мұндағы бір дәреже кетіп қалады, біреу қалады. Содан кейін тағы не қысқарады? 9 пен 3. Нешеге қысқартамын? Айжан, 3-ге қысқартамын. 1-ден
3-тен тағы да бұның дұрыс айтасыз. Бұмен мұнда 2 дәреже қалды, е? Сонда менде алымында не қалды, ал айтыңыздар? X плюс Y қалады. Бөлімінде 3 дұрыс айтасыз, Мадияр. 3b квадрат x минус y. Өте жақсы. Өте жақсы. Жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар. Яғни біз алгебралық бөлшектерді, амалдар қолдануды білу үшін мен не істеуім керек екен? Ең бірінші жай бөлшектерді көбейту амалын, қасиеттерін білу керек екен. Содан кейін Айшан дұрыс айтасыз, қысқаша көбейту формулаларын өте жақсы білу керекпін. Соның негізінде мен не істей алады екенмін? Ақшамдау жұмыстарын жүргізе алады екенмін. Жазып алсақ, қазір сіздермен топпен жеке тапсырма орнымызда, е? Содан кейін тағы да бір күрделі 1-2 есептер қалды. Қазір сыныппен оны есептер шығарамыз.